Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін мен сіздермен осындай әдемі, супер дәмі, мощный болып шығатын пупи-пай тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ол үшін алдымен шоколадымызға көбіктеп туралған сары майымызды салып, сулы баняда ерітеміз. Суымыз қайнап бастағанда плитанасын жай қоюды ұмытпаңыздар. Осылай ерітіп, сұйық деңгейге жеткенге дейін осындай ұстаймыз сулы баняда, одан соң суытып қоямыз. Енді барлық құрғақ қоспаларымызды араластырамыз. Ұн, какао және разрыхитель немесе пищевая содамызды. Үшеуін осылай әдемілеп араластырып аламыз, барлық қоспа араласқанша. Одан соң жұмыртқамызға қантымызды салып миксерлеп аламыз. Барлығын бірге сала салсаңыздар болады. Бұл қоспа 2 еселенгенше миксерлейміз, яғни көтерілгенге дейін. Осылай ақ болып, түсі көлемі 2 еселенгенге дейін миксерлейміз, немесе венчикпен істесеңіздер де болады, ешқандай разницасы жоқ. Осы жұмыртқалы қоспамызға шоколадты қоспамызды салып, әрі қарай миксерлейміз. Ұмытпаңыздар, шоколадтарыңыз суыған болу керек. Әйтпесе жұмыртқаларыңызды пісіріп жіберу мүмкін. 30 минут суытсаңыздар жеткілікті. Осылай екеуін әдемілеп миксерлеп, барлық қоспа араласқаннан кейін үстіне құрғақ қоспамыз саламыз. Ұнымызды, какаомызды жаңа дайындап қойған. Алдымен осылай миксерді қоспай, жай араластырып аламыз, ұнымыз шашылып кетпес үшін, және әрі қарай миксерлейміз. Барлық ешқандай комочек қалып қоймау керек. Әдемілеп миксерлеп аламыз. Көлем қоюлығы міне осындай болу керек. Сұйық емес, қатты қою емес. Одан тестіміз дайын болғаннан кейін пергамент қағазына формамызды алып сызып шығамыз. Менде осындай форма болды. Сіздер пісіретін формаларыңыз немесе тортыңыз жинайтын формаңызды сызсаңыз болады. Осылай сызып алғаннан кейін пергамент қағазының сызылған бетін төмен қаратып, үстіне тестімізді ровно 4 бөлікке жететіндей, 4 коржға жететіндей бөліп саламыз. Бұл тестіден 4 қасықтан салсаңыз ровно 4 коржға жетеді. Осылай 4 қасық салып, формамен жағып шығамыз. Бір тегіс, биіктігі бірдей болуға тиіс. Сызған шекараңыздан кішкене асырып жағыңыздар, себебі піскен кезде формамен кесіп аламыз. Осылай жаққан тестімізді 180 градусқа 6-7 минутта пісіріп аламыз әдемілеп. Мен осындай 2 ғана пергамент қағазын қолдандым. Сіздер 4-еуіне бірдей распределять етіп алсаңыздар да болады. Мен көз мөлшерін білетін болғандықтан осылай 2-еумен ғана қолдандым. Мына осылай әдемі болып пісіп шығады коржымыз. Піскеннен кейін формаңызға сай кесіп алыңыз. Сосын міндетті түрде суыту керек корждарды. Мен решеткада суыттым. Сіздер бір-бірінің үстіне қоймаңыздар, ең бастысы коржды. Басқа жерде де суыта берсеңіздер болады. Тақтайдың үстінде, пергамент қағазынан өте оңай алынады, осылай видеода көріп тұрсыздар. Осылай 4 коржымызды пісіріп, суытып жатқан кезде кремін дайындаймыз. Ол үшін салқын сливкиді осылай миксерлеп тұрып, кішкене қоюлана бастаған кезде үстіне қант ұнтағын саламыз. Қант ұнтағын екеуін араластырып болғаннан кейін екеуінің үстіне сүзбелі ірімшігімізді саламыз. Сүзбелі ірімшік көп болатын себебі бізге өте қою тұрақты крем қажет, себебі тортымыздың сыртынан көрініп тұрады, креміміз қалай қойылғаны. Міндетті түрде миксерді қоспас бұрын осылай араластырып алыңыздар, себебі сүзбелі ірімшік өте қою болып келеді, сондықтан шашыратып жібереді барлық кілегейді. Сосын осылай миксерлейсіздер орташа жылдамдықта, одан соң ең максимальны 4-5 жылдамдықта миксерлейсіздер. 5-6 минуттарыңыз кетеді. Болғаннан кейін осындай
кондитерлік мешокқа құйып, салып, точнее, дайындап аласыздар. Насадкасын міндетті түрде алдымен салыңыздар. Тортты жинаған кезде астына крем жағып, коржымызды қоямыз. Және міне насадкасын, осындай бір текті насадка болу керек. Домалақ, узор шығу үшін, осылайынан жағып шығасыздар видеодағыдай. Барлық аймағына, барлық жиектеріне жағып болғаннан кейін кремді ары қарай ортасына салып шығасыздар. Одан соң үстіне екінші коржымызды саламыз. Дәл осы техникамен бұны да әсемдеп шығамыз, бұл коржды да. Осылай 3 корждың арасына кремді жағып болғаннан кейін ең соңғы 4-ші корждың бетіне шоколад пен сары майымызды сулы баняда басында көрсетілгендей ғып ерітіп, осылай құйып шығамыз. Жан-жағына ағызып қоюларыңызға болады. Болғаннан кейін қалған кремімізді осылай әдемілеп сәмдеп шығамыз. Бұл торт өте әдемі болып шығады. Жұмсақ болғаннан кейін тортты 1-2 сағатқа сындырып қойсаңыздар болады. Осылай әдемілеп гүл ғып шығамыз. Мен үйге істегендіктен ондай қатты әсемдемеймін. Осылай посыпка сеуіп, шоколадты кесіп, осылай қойдым. Міне қараңыздар, қандай әдемі торт болып шықты. Ал дәмі вообще супер. Жасап көріңіздер. Үйлеріңізде міне кескен кезде де бірден кесіліп жатыр. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Комментарий жазып, лайк басып, тіркелуді каналға ұмытып кетпеңіздер. Қараңыздар. Әлі сіңбеген түрі болса да тез кесіледі. Аз болсын.